Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен асып дайындаймыз. Менде қойдың өкпесі, қара талағы және ет. Алдын ала бәрін 20 минут қайнатып алдым. Менде қойдың бүйен шегі. Пияздарды тазалап, майдалап аламыз. Күрішті жуып, қайнаған суға жібітіп қоямыз. Өкпе, қара талақ және етті мясорубкадан өткізіп аламыз. Пияз және күрішті салып, сосын мұрыш, тұз қосып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Бір кесе су құямыз. Су аз болса тағы қосамыз, осындай масса болу керек. Сосын ішекке саламыз. Суға салып отқа қоямыз. Бетіне көбіктері шыққан соң алып тастаймыз. Қайнап шыққан соң зубочисткамен тесеміз. Суға тұз салуды ұмытпаймыз. Мінекей біздің асіптеріміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Рахмет.